Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Ақтөбе автожол колледжі арнаулы пән оқытушысы Мәмбетова Динара Дүйсенбайқызының техникалық механика негіздері пәні бойынша келесі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ременді тізбекті берістер. Сабақтың мақсаты студенттерге ременді тізбекті беріс туралы және олардың қолдану аймағын түсіндіру. Сабақ екі бөлімнен тұрады. Бірінші, ременді берістер туралы жалпы түсінік және олардың артықшылықтары, кемшіліктері, қолдану аймағы туралы айтылса, екінші бөлімде шынжырлы берілістер туралы айтылады. Анықтамасына қозғалыс пен қуат бір біліктен екінші білікке белдік пен ішкеп арасындағы үйкеліс күш арқылы берілетін берілісті айтамыз. Ременді берілістің артықшылықтары: белдікті беріліс қуатты едәуір қашықтыққа бере алады. Басқа берілістерге қарағанда бір қалыпты және шусыз жұмыс істейді. Белдік өзінің сырғанау қабілетіне байланысты динамикалық және соққы күштерін кемітеді. Артық күштен сақтайды. Белдікті берілістер құрамы қарапайым және арзан. Олардың бөлінген бөлшектерін тез ауыстыруға болады. Белдікті берілістермен үлкен жылдамдықта жұмыс істеуге болады. Кемшіліктері: белдікке түсірілген күштерге байланысты сырғанау кезінде беріліс санының тұрақсыз болуы. Ішкептерге орналасқан белдіктің жылдамдығы артқан сайын жұмыс істеу мерзімі кемиді. Белдіктің жұмыс істеу мерзімінің аздығы, біліктерге түсетін күш мөлшерінің көп болуы, пайдалы әсер коэффициентінің төмен болуы осы кемшіліктер қатарына жатқызылады. Белдікті берілістердің қолданылуы қазіргі уақытта біршама қашықтыққа қозғалысты беру үшін және де беріліс санының дәлдігін қажет етпейтін жерлерде қолданылады. Сондай-ақ олардың қуаты 50 киловаттан аспайды. Өте қуатты белдікті берілістің ішкептерінің өлшемдері өте үлкен әрі ыңғайсыз. Динамикалық күштерді азайтады және тісті берілістерге қарағанда арзанға түсуіне байланысты техникада кеңінен қолданылады. Белдіктер көлденең қимасына қарай жалпақ, сына тәрізді және жұмыр болып үш түрге бөлінеді. Техникада жалпақ және сына тәрізді белдіктер жұмыр белдікке қарағанда кеңінен пайдаланады. Ал жұмыр белдіктер ішкеппен жанасқанда жанасу ауданының аздығынан меншікті қысымы көп болады да тез тозады. Жалпақ және сына тәрізді белдіктер ішкеппен жанасқанда жанасу ауданының көптігінен меншікті қысымы аз болады. Сондықтан да олардың жұмыс істеу қабілеттілігі жоғарырақ болып келеді. Белдіктер жалпақ белбеулер теріден, мақта матадан және резеңкелі матадан жасалады. Келесі көрінісімізде слайдымызда ременді берілістің көрінісі көрсетілген. Ременді берілістің орналасу схемалары көрсетілген. Ременді берілістің есептеу параметрлері бар. Соның бірі беріліс қатынасы. Беріліс саны D1 және D2 жетекші және жетектегі біліктің қатынасымен және сырғанау коэффициентінің көмегімен анықталады. Анықтамаларда сырғанау коэффициентінің мәндері келесідей: резеңкеленген тоқыма және синтетикалық белбеулер 0,1 теріден жасалған белбеулер 0,15, корд маталы сыналы белбеулерде 0,2, корд баулы сыналы белбеулерде 0,1 мәнге ие. Екінші бөлімімізде шынжырлы берілістер туралы айтамыз. Шынжырлы берілістер белбеулі сияқты бір-бірінен алшақ орналасқан біліктердің арасындағы берілістер үшін қолданылады. Шынжырлы берілістер пластиналар, болаттан дайындалатын суық иленген таспалардан жасалады. Топсаларды, осьтерді, төлкелерді, қосымшалардың бөлшектерін, тағы басқа цементтелетін болаттардан дайындалып шындалады. Шынжырлы беріліс жетекші және жетектегі жұлдызшалардан, оларды қамтитын шынжырлардан тұрады. Шынжырлы берілістің беріліс сандары жетекші тістерінің санының жетектегі жұлдызша тістерінің санына қатынасымен анықталады. Шынжырлы берілісте сонымен қатар кері көлем беріліс саны ұғымы енгізілген. Шынжырлы берілістің артықшылықтары тісті берілістерге қарағанда білік арасында қозғалысты елеулі осьаралық қашықтықтарға бере алады. Ременді берілістерге қарағанда жиынтықты, үлкен қуатты бере алады. Білікке әсер ететін күштер елеулі аз. Өйткені шынжырдың алдына тартылысы аз болып келеді. Бірнеше жұлдызша мен бір шынжыр көмегімен қозғалысты бере алады.
Кемшіліктері: ілініске кірген кезде шынжыр буынының соққысынан шудың болуы. Әсіресе жұлдызша тістерінің саны аз және қадамы үлкен болғанда. Майлау материалдарын жеткізу қиындығына байланысты шынжыр шарнирлерінің елеулі тозуы. Шарнирлердің тозуына байланысты шынжырдың ұзаруы, бұдан тарту құрылғыларының қажет болуы. Қозғалысы тұрақсыз. Осыған байланысты онда айнымалы күштер пайда болады. Шынжырлы берілістер қазіргі заманғы машина жасауда кеңінен қолданып келеді. Тек қана комбайнның бір түрінде 14 шынжырлы беріліс кездеседі. Сондай-ақ шынжырлы берілістер транспорттық машиналарда да кеңінен қолданылады. Жеңіл автомобильдерде шынжырлы берілістер минутына 6000-дай айналу жылдамдығын беріп, көптеген жылдар бойы жұмыс атқарады. Мотоциклдерде, велосипедтерде, тасымалдағыштарда кеңінен қолданылады. Шынжырлы берілістер келесі себептермен істен шығады. Шынжырдың ұзаруына, топсалардың тозуына байланысты, тесіктер мен пластиналардың тозуы, дайындау сапасының жеткілікті болмауынан, шығыршықтардың боялуы мен бөлінуінен, жұлдызшалардың тістерінің тозуынан. Бүгінгі өткен тақырыбымызды келесіде сұрақтармен қорытындылаймыз. Белдікті немесе ременді берілістер қандай бөлшектерден тұрады? Шынжырлы берілістер қандай бөлшектерден тұрады? Белдікті берілістердің артықшылықтары мен кемшіліктері, шынжырлы берілістің артықшылықтары мен кемшіліктері, ременді берілістердің қолдану аймағы, шынжырлы берілістердің қолдану аймағы. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, жауаптарымызды дәптерге жазып, сабақты пысықтаймыз.